Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерге мұғалімдерге керекті, мұғалімдер қолданатын өте керемет бір платформамен таныстырып өтетін боламын. Яғни ол платформаның аты Nearpod деп аталады. Осы сайттың сілтемесін осы видеоның астына описание бөліміне қалдырып өтетін боламын. Сол жерге кіріп, тіркеліп, осы сайтты сабақтарыңызда қолданып көрсеңіздер болады. Бұл платформаның мүмкіндіктері өте көп. Осы платформаның көмегімен интерактивті сабақтар, интерактивті бейнелер, ойын арқылы оқыту, формативті бағалау, сонымен қатар кейбір сабақтарға арналған трейд үлгілері бар, сабақтарыңызда қолданып көрсеңіздер болады. Бұл платформа негізі ағылшын тілінде, сіздерге қазақ немесе орыс тілі керек болса, мышканың оң жақ басы арқылы перевести на казахский немесе русский деп тілін ауыстырып алсаңыздар болады. Енді сабақты құрастыру үшін жоғары жақта жасау деген кнопка бар. Сол жерде сабақ деген бөлімге өтеміз. Өткеннен кейін бізде жоғары жақта жаңа деген кнопка бар. Соны бассаңыздар, қараңыздар, сабақтарға арналған слайд-шоулар, слайдтар, сонымен қатар интерактивті бейнелер, трейд үлгілерін қолдансаңыздар болады, және викториналар мен ойындар құрастырсаңыз болады, және сабақтарға арналған кері байланыстарды жасасаңыз болады. Енді қазір осы жерде сабақты құрастырып көреміз. Ол үшін слайдтар деген бөлімді таңдап, астында қосу деген кнопка бар. Соны басамыз. Басқаннан кейін енді мына жерге тақырып жанр жазамыз. Тақырыпты жасанды интеллект деген тақырып алдым. Енді астына өзіңіз мақсатын жазсаңыз болады, немесе осы тақырыпқа байланысты қысқаша мәлімет беріп кетсеңіз болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасап алсаңыздар болады. Енді осы жасанды интеллектке қатысты осы жерге сурет алып келетін боламыз. Ол үшін жоғары жақта сурет деген кнопка бар, кескін қосыңыз деген бар. Бассаңыз автомат түрде интернеттің іздеу жолағына барады. Осы жерден тақырыпқа байланысты суреттерді іздейтін боламыз. Жасанды интеллект деп іздедім. Енді бізде бірнеше вариант бар. Осы жерден кез келген бір суретті таңдап алатын боламыз. Сақтау деген кнопканы бассаңыз автомат түрде бетшемізге келіп түседі. Енді осы суреттің көлемін үлкейтіп кішірейтуге болады, және өзіңіздің қалаған жеріңізге қойсаңыз болады. Енді екінші бетті қосу үшін жоғары жағында жаңа деген кнопка бар. Қосу дегенді басамыз. Басқаннан кейін енді осы бетшемізге керек емес бөлімдерін үстінен басу арқылы белгілеп алып тастайтын боламыз. Енді осы бетшемізге бейне сабақ қою үшін жоғары жақта бейне деген бөлім бар. Соны бассаңыздар, YouTube-тан осы тақырыпқа байланысты кез келген сабақтарды осында алып келуге болады. Мен өзімнің YouTube каналымдағы бір сабақты алып келейік осында. Мына жерде 3D модель үлгілерін таңдаймыз. Сақтау дегенді басасыз. Басқаннан кейін автомат түрде осы жерге видео сабағыңыз келіп түсетін болады. Осылай видео сабақтың көлемін үлкейтіп кішірейтуге болады. Келесі бетше қосу үшін жаңа деген кнопканы басамыз. Басқаннан кейін енді сабақтарға арналған трейд үлгілерін қолданып көреміз. Ол үшін трейдінің үстінен басасыз. Қосу деген кнопканы басатын боламыз. Қараңыздар, жоғары жағында санаттар деген бөлім бар. Осы жерде тақырыптарға байланысты трейд үлгісін сабақтарыңызда қолдансаңыздар болады. Таңғажайып орындар мен заттар, ежелгі дәуір, қоршаған орта деген тақырыптар бар. Енді осы жерден кез келген бір трейдіні қолданып көрейік. Нептунның үстін басамыз. Басқаннан кейін автомат түрде бізде осылай келіп түсетін болады. Қараңыздар, мышканың көмегімен үлкейтіп кішірейтуге осылай қозғалтуға болады. Оқушылар үшін өте қызықты. Келесі бетшені қосу үшін жоғары жағында жаңа деген кнопка бар. Соны басамыз. Басқаннан кейін енді осы жерде интерактивті ойындар қосатын боламыз қазір, осы сабаққа арналған. Осы жерден кез келген бір ойынның түрлерін таңдап алып қоссаңыз болады. Мен мына жерде сәйкес жұптар деген бар. Соны қосатын боламыз. Қосу деген кнопканы басамыз таңдап. Енді осы жерге қазір жұп қосыңыз деген кнопканы басамыз. Басқаннан кейін бірінші тақырыпқа байланысты осы жерге мәтін енгіземіз. Робот деген сөзді алдым. Одан кейін екіншісіне кескін қосыңыз деген кнопканы бассаңыз, автомат түрде интернеттің іздеу жолағына барады. Осы жерде роботты іздеп табатын боламыз қазір. Робот деп жазамыз. Енді осы жерден кез келген бір роботтың суретін таңдай, сақтау деген кнопканы басамыз. Автомат түрде бетшемізге келіп түседі. Одан кейін астында дайын деген кнопка бар. Соны басамыз. Енді тағы да жұп қосыңыз деген кнопканы басамыз. Екінші жасанды интеллект деп қояйық. Жасанды интеллект. Енді осы сөзге қатысты кескінді қосатын боламыз, сурет.
кез келген бір суретті алып келейік. Сақтау дегенді басамыз. Басқаннан кейін астында дайын деген кнопканы басамыз. Енді келесі бетке өтейік. Жаңа деген кнопканы басамыз. Енді бізде соңында кері байланыс қалды, иә, сабақтарға арналған. Осы жерде төртеуінің біреуін таңдайсыз. Мысалға мен сауалнама деген таңдадым. Қосу деген кнопканы басамыз. Басқаннан кейін сабаққа кері байланысты осы жерде жазатын боламыз. Сабақтан алған әсерін. Енді астына жауаптарын жазамыз. Бәрін түсіндім. Келесі, әлі де көп білгім келеді. Келесі, жаңа жауапты қосу үшін жауап қосу деген кнопка бар, соны басу арқылы қосып алсаңыздар болады. Көмекті қажет етемін. Осылай сабақтарыңызды құрастырып алсаңыздар болады. Өте керемет платформалардың бірі. Енді осы құрастырған сабағымызды алдын ала қарау үшін жоға жақта алдын ала қарау сабағы деген бар. Сол кнопканы бассаңыздар, сабағыңызды алдын ала қарап көруге болады. Осы құрастырған сайттарыңыз өзіңіздің тіркелген Google аккаунттарыңыздың жаңағы осы сайттың ішіне тұрады жасаған сабақтарыңыздың барлығы сақталып тұрады автомат түрде. Мінекей жасанды интеллект тақырыбымыз. Келесі видео сабағымыз, үстінен басу арқылы кез келген жерін көрсетуге болады. Келесі міне 3D үлгіміз. Келесі жұптық ойынымыз, жасанды интеллект, робот, сәйкестендіру. Келесі бізде бөлім ол кері байланыс. Мінекей. Осылай сабақтарыңызды оңай құрастырып алсаңыздар болады. Өте керемет сайттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сабақтарыңызда қолданып көріңіздер. Осы ұсынған видео ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар. Алдағы уақыттарда тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісе отыратын боламын. Осылай пайдалы ақпараттарды өздеріңіздің достарыңызбен, әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар.